Сәлем достар, әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады, сол үшін каналға тіркеліп алыңыз. Ал бүгін фаршированный перец дайындайтын боламыз. Ол үшін 650 грамм тартылған сиыр етін, 6 ас қасық жуылған күрішті саламыз. Бір пиязымызды турап алып, майда етіп, оны да фарштың үстіне саламыз. Жарты ас қасық тұз, дәміне қарай қара бұрыш себеміз. 2 тісше сарымсақты да майда етіп турап, оны да салып, жақсылап тұрып, салмамызды араластыру қажет. Болгар бұрышын тазалап, ішіндегі дәнектерін алып, ішіне осылай салмамызды саламыз. Менде 10 дана осындай фаршированный перец шықты. Пиязымызды турап алып, қызып тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз. Сәбізді үккіштен өткізіп, оны да жаңағы пияздың үстіне салып қуырамыз. Бір ас қасық томат пастасын салып, бірнеше минут қуырамыз. Екі картопты үлкен кубик етіп, турап алып, оны да қазанымызға салып, үстіне жаңағы фаршированный перецтерді салып шығамыз. Қайнап тұрған 1,5 литр суды құйып, жарты ас қасық тұз салып, баяу отта 50 минут пісіреміз. Достар, келесі видео менде сникерс тортының оригинал рецептісі болады. Оны жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыз, сонда сізге уведомление келеді.